Өңірде The Planet of Art 2022 халықаралық фестивалінің іріктеу кезеңі өтті. Сайысқа аймақтың түкпір-түкпірінен жиналған 200 жасөспірім қатысты. Фестивальда ЮНЕСКО Федерациясы клубының өкілдері ұйымдастырып отыр. Олар елдің барлық өңірінен талантты жастарды іздейді. Клуб өкілдері түрлі аймаққа барып, дарынды жастарды іріктеп алады. Сондай-ақ бұл байқау Армения, Әзербайжан, Грузия, Иран, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түркия сынды елге жақын орналасқан 11 мемлекеттің талантты жастарына есігін айқара ашады. 1999 жылы бастау алған бұл жобаны жыл сайын өткізу әдемі дәстүрге айналған. Алайда соңғы жылдары карантиндік шектеулердің салдарынан сайыс онлайн түрде өткен. Ұйымдастырушылар аталмыш фестиваль шалғай жатқан аймақтардағы жас өнерпаздарды таныту мақсатында ұйымдастырылып отырғанын айтады. Этот фестиваль у нас в этом году международный. Бұл біздің тарапымыздан ұйымдастырылып отырған бірінші сайыс емес. Бұл фестиваль дәстүрлі түрде жыл сайын өтеді. Қатысушылар вокалдық, аспаптық және хореографиялық номинациялар бойынша өз өнерлерін көрсетті. Біз барлығын бейне камераға жазып отырамыз. Содан кейін ең жақсыларын таңдаймыз. Алдағы уақытта олар гала концерттерде өнер көрсететін болады.